еңбектеріңіз қайтады бұйыртса. Салыстырмалы сөйлем. Видеосын қарадық па? Видеосы жоқ ағай. Вообще видео жоқ. Видео жоқ? Салыстың видеосы жоқ па? Уже видео бітті. Жақсы. Мен эфирде түсіндірдім ғой, бірақ салаласты. Аружан көрді оны. YouTube'да бар сақталады. Жақсы, мен Аружан былай келсек, сіз сілтемесін жібере қойыңызшы бізге, иә? Дәл қазір ме? Жарайды ма? Дәл қазір жібергеннен пайда жоқ оны. Қазір мен бастайын. Біздің бір 6 минуттай уақытымыз қалды. Сол сабақ біткеннен кейін жіберіңіз сілтемесін. Жарайды ма топқа? Салалас құрмалас сөйлем. Жалпы жай сөйлем және құрмалас сөйлемнің айырмашылығы не еді, Роза? Жай сөйлем тек бір ғана бастауыш, бір ғана баяндауыш бар. Жоқ, олай айтуға болмайды. Олай айтуға болмайды, иә. Бір ғана ойды білдіреді деймін ба? Өте жақсы. Бір ғана әрекет, бір ғана ой, иә. Ал құрмалас сөйлем дегеніміз сондай екі жай сөйлем, яғни былай ғой. Құрмалас сөйлем тең болады екі ж-сы. Жарай ма? Екі жай сөйлем деген сөз ғой қысқасы. Құрмалас сөйлем үшке бөлінеді: салалас, сабақтас, аралас деп. Бірінші біздің кірісетініміз салаластың түрі. Жарай ма? Салаластың 6 түрі бар. Жалпы салалас сөйлем дегеннің өзі не? Салалас сөйлем дегеніміз бұл екі жай сөйлем бірінші кезекте, және екі жай сөйлемнің екі сөйлемі де тиянақты. Тиянақты деген қандай? Мысалы, мен сабақты ерте бастағандықтан, мен дайындықты ерте бастағандықтан жақсы нәтижеге тез жеттім. Жақсы нәтижеге тез жеттім деп точка қойып тастай аламыз ғой? Иә, сөйлемді аяқтап тастай аламыз ғой, яғни точка дегенде бұл жерде. Солай ғой. Ал дайындықты ерте бастағандықтан дегеннен кейін нүкте қойып тастай аламыз ба? Сөйлемді аяқтап тастай аламыз ба? Жоқ. Жоқ. Яғни оның бір сөйлемі екі оқиға болады. Дайындықты ерте бастаған, нәтижеге жеткен екі оқиға бар. Бұл жерде проблема жоқ. Бірақ дайындықты ерте бастағандықтан дегеннен кейін нүкте қойып тастай алмаймыз. Демек, оның бір сөйлемі қандай? Тиянақсыз. Тиянақсыз. Ал салаласта екеуі де тиянақты болады. Жарай ма? Бұл бірінші. Және екеуі де тиянақты, және екеуі бір-бірісіз өмір сүре алады. Яғни біріншісі екіншісіне бағынып тұрмайды да. Себебі екеуі де тиянақты ғой. Түсініңіздер ме? Міне, осы салалас сөйлем. Ал біреу тиянақты, біреу тиянақсыз болса, енді ол тиісінше сабақтас екендігін түсініп тұрсыздар. Салаластың 6 түрі бар. Сол 6 түрінің біріншісі ол ыңғайлас. Ыңғайлас деген сөзді сіздер бұрын естідіңіздер. Қайдан естідіңіздер? Шылауда ма? Шылауда естідіңіздер. Шылаудың қай түріне қатысты еді ол? Жалғаулық шылауда. Ыңғайлас дегеннің мағынасы мен қалай түсіндіріп едім? Екеуі құрдас, екеуін тең. Яғни қараңыздаршы, салыстыра байланыстырады деп әсіресе айттық. Міне, демек ол салалас жасайды да, көрдіңіз бе? Қараңызшы. Сыздық етікші жігіт бір сөйлем, жұрттың ең шебері де сол, екінші сөйлем. Мынау сөйлем мен мына сөйлем екеуі тең сөйлем үшін. Біріншісі екіншісіне бағынып, екіншісі біріншісіне бағынып тұрған жоқ қой, екеуі де тиянақты, және ол екеуін байланыстырып тұрған және атты ыңғайластық, жалғаулық шылау. Солай ғой. Енді бұл жерде мәселе былай, оқушылар. Мыналар салалас құрмалас сөйлем жасайды, егер екі сөйлемді, екі оқиғаны байланыстырып тұрса. Ал мен және сен келдік дейтін болсақ, не істедік? Келдік кім? Мен және сен. Ол жерде ол бірыңғай мүшелерді байланыстырып тұр, екі сөйлемді емес. Ол сөйлемді біз ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем демейміз, себебі оқиға болатын бір-ақ оқиға, келгендігі. Түсіндіре алып жатырмын ғой, логикасын. Енді салалас құрмалас сөйлем, жалпы құрмалас сөйлем, жалғаулықты, жалғаулықсыз деген дүние бар. Жалғаулықты деген сөз оның жасалуына сол моментте жалғаулықты шылаулар қолданылған деген сөз. Жарай ма? Мысалы, сыздық етікші және дейді,
меңдігіз қарады да тағы да жалғаулықшылау. Демек, мынау жалғаулықты ыңғайлас, саллас, құрмалас сөйлем деген сөз болады. Жарайды ма? Ал мына сөйлемді қалай біз тиянақты деп айтамыз? Қарады да деген нүкте қоя алмаймыз ғой. Қоя алмаймыз. Бірақ бұл жерде шылау бізде толыққанды мағына емес қой. Толыққанды мағыналы сөз емес қой. Да, шылау ғой ол себебі. Біз баяндаушына мән береміз, акцентті соған қоямыз. Меңдіғыз хакімге қарады дегенше ол тиянақты ғой. Дұрыс па? Демек, қарады тиянақты, бетіне қарады, ол да тиянақты. Демек, бұл саллас сөйлем. Ал ыңғайлас деген сөз екі оқиға бірінен кейін бірі, бір уақытта, бір ыңғайда болады деген сөз. Яғни сыздық етікші жігіт, жұрттың көзінде ең шебер етікші сол. Екеуі бір уақытта айтылып жатыр ғой, бір уақытта болып жатыр ғой. Ыңғайлас дегеніміз осы. Бұл кіріспе ғана маңызды. Саллас дегеннің не екенін түсіндіңіздер?